Қайырлы күн достар, сіздер Агро каналындасыздар. Бүгін бізде тамыздың 10-ы. Сіздерге осындай ерекше видео түсірейін деп отырмын. Жоңышқа жайлы. Біздің осыдан 3-4 жыл бұрын, 4-5 жылдай болып қалды енді. Шамамен еккен жоңышқамыз туралы. Соны міне 3-ші шабындағы туралы сіздерге видео түсірейін деп отырмын. Достар, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымыздың дамуын қолдап отырайық. Сіздермен Агро каналы, ал біз видеомызды бастаймыз. Міне тамыздың 10-да болып қалды. Осы жақында бір 10 шақты күн бұрын екінші шабындығымызды шауып алғанбыз. Экспарсет жоңышқасын. Ал бізде міне 3-ші шабындық өсіп жатыр қазіргі таңда. Енді осыны бір 20-25 күн ішінде гүлдесе, бұнда да 3-ші шабындық шауып алатын боламыз. Үйде бұқаларды ат кормға қойып жатқанда сіздерге бордақыда видео көрсеткен болатынмын. Осы жоңышқаға қатысты. Сол осы полян жоңышқасы, экспарсет. Алдында осы бір 4-5 күн бұрын суғарған болатынбыз жоңышқамызды. Енді міне осындай нәтижесі. Жоңышқамыз қазір суғарғанның арқасында осылай көтеріліп өсіп жатыр екен. Бүгін мотомен осыны көруге келдім міне жоңышқамызды. Бұл бізде 4,5-5 жыл бұрын егілген жоңышқа. Осындай тамыры уже тереңге жайылған жоңышқаның, өздеріңіз байқасаңыздар. Қазір сіздерге кадр үшін бір жоңышқаны жұлып көрсетейін. Қалыңдау жерінен жұлып, тамырын көрсететін боламын. Қазір бір жағалаудағы жоңышқаны жұлып алайық, тамырын. Әрбірде шабылмайды олар. Өздеріңіз білесіздер. Мынау бізде міне 4-5 жылдық жоңышқаның тамыры. Өздеріңіз көрсеңіздер болады. Мынау бізде ескі поля, ар жағы бізде жаңа поля. Қазір әр поляны бөлек-бөлек көрсететін болам сіздерге. Міне өздеріңіз байқасаңыздар. Тамыры қандай жуандап кеткен, ағаш секілді болып кеткен жоңышқамыздың. Сіздер сұрап тұрады, көктемде не үшін тырмалау керек жоңышқаны ескірген кезде деп. Мына жоңышқаны тырмаласаңыздар, мына ортадағы қалың тамырды тырма жарады да, жоңышқа, екі жоңышқаға айналып, солайынан кішкене тамыры жасарып, түбі қопсытылып, тамырларына ауа кіріп, жақсы өсетін болады. Міне осылайынан екіге жарылады да. Бұл кішкене ауырсынады да, одан кейін қайтадан шөп болғандықтан қалпына келіп, бөлініп, екі жоңышқаға өсіп кететін болады. Осылайынан өсіп жатыр. Қазір сіздерге влагасын көрсетем жердің. Міне поляның ортасына келдік. Жер бізде кішкене құмарлас жер. Осындай бізде топырағы. Жер құнарлығы жақсы, бірақ кейбір жерлер құмарлас болғандықтан су ұстамайды. Жердің беткі қабаты кішкене влагы жоқ, ол бізде күннен, одан кейін астында ылғал бар жақсы күйде. Себебі суғарылған жер. Су жатып жақсы шықты. Енді бір 20-25 күн ішінде осы айдың 30-ына таман шабатын боламыз бұйырса өссе. Ең бастысы бізде бұл ауа райына байланысты. Ауа райы жылы болса, шөбіміз жақсы өседі. Ал салқындау болса, онда кішкене баяу өсетін болады. Қазір сіздерге мынау былтыр еккен жоңышқамыз. Былтыр бидай шапқан видеоны көрсеңіздер болады, осы жаққа жоңышқа еккен болатынбыз. Мынау жас жоңышқа, ұсақ былтыр еккен. Бұл да жақсы өсіп тұр. Осыны алдыңғы шабындықта дұрыс су ішпей, суды қолап жүгіртіп суғарғандықтан жоңышқамыз екінші шабындық бұл жақ бойда шабылмай қалды дұрыс. Бетін алып өтті. Осы жол енді суды сіндіріп жақсы суғардық, сол себепті суды жатқызып қою керек екен поляға. Түнделетіп салып кетіп, басын қолаққа салып кетсеңіздер, аяғына дейін өзі жатып ішкен су жақсы еді. Жүгіріп ішкен суға қарағанда солай суғарсаңыздар, жоңышқаларыңыз жақсы шығатын болады.
Су көп жатқан жерлер өздеріңіз белгілі ме? Жасыл болып тұр. Су аз жатқан жерлер кішкене ала болып тұр. Міне осындай поле бізде жоңышқа. Келесі жылы мына арықтарды кішкене жабу керек болып жатыр. Себебі кейбір арықтарымызды көрсеңіздер, міне бір адам бойымен десек те болады. Мынаны қараңыздар. Мынаның ішіне адам түссе шығу қиындау кішкене. Себебі мынау кішкене былай қарай төмендеу болғандықтан жер осылай ойылып осындай жарға айналып бара жатыр. Бізде бұны бұл жерге бір арба, бір телешка топырақ немесе сиырдың тезегін алып келіп төгетін боламыз көктемде. Мына арықты бітеу үшін қайтадан. Себебі мынау жарылып құлап, кейін жарға айналып кету қаупі бар. Осындай. Достар, мен осындай видео болды. Көп кісілер осы жоңышқаны көрсет деп жататын. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымыздың дамуын қолдап отырайық. Сіздермен Агро каналы. Келесі видеода кездескенше.